İmam Ғазали жайлы ғибратты оқиғалар. Бірінші оқиға, ұлы сапар. 1095 жылы имам Ғазали 37 жасында дін ғылымында көп жетістіктерге қол жеткізіп, ғалым ретінде атағы барша мұсылман әлеміне танылған еді. Ол білім ордасында оқытушы болып қызмет атқарып, қоғам тұрақтылығын бұзуды қалаған псевдодини топтарға қарсы ғылыми тұрғыдан ауыр соққылар жасады. Ол кезде дін дұшпандары қоғам арасында хашхашилер, батиниттер секілді аса қауіпті топтарды насихаттап, үмбет тұрақтылығын бұзуды қалап жатқан болатын. Күздің салқын күнде имам Ғазали Бағдат қаласынан шығып алыс сапарға аттанбақ болып, біршама дүниесін садақа етіп таратып, отбасымен Қимаш-жары Нұрбану мен қымбатты балалармен қош айтысып, атына мініп, таң ата жолға шықты. Жолға шығуын керек деген жаратушыға берген антында беріп тұрып, бар ерік жігерін жалғыз иенің шешіміне тапсырды. Ғұлама бар атақ, абырой мен жүрегінде тамыр жайып, жылдар бойы өркендеген байлық пен материалдық игіліктерге деген сүйіспеншілікті шашып төгіп, сапарға жалғыз аттанды. Бұл жайлы өзі, барша даңқымды өмірімнен бір сәтте өшіріп, бүкіл өткенімді артқа лақтырып тастайтын орын іздедім. Мені биікке көтерген, атаққа бөлеген Бағдат қаласынан кетіп бара жаттым деп баяндайды. Ол кезде Бағдат қаласында атақ-даңққа бөлену әрбір ғалымның арманы еді. Мұнда ғылым биігіне жетуге мүмкіндіктер, ғылым ордалары бар еді. Ғазали өзінің оқытушылық сүйіктісін, жұмыстарын 400 шәкіртімен өткізетін ғылыми мәжілістерін, ғылыми ортасын артта қалдырды. Бұл туралы ғұламаның өзі, мен 37 жылымды артта қалдырып бара жаттым, 37 жылды сөзбен сипаттау оңай ғой. Таң атқанша көз ілмей жазған еңбектерімді, шығармаларымды, ай мен жұлдыздар арасындай бейку ойларымды, Бағдат қаласының адамдары жайлы уайымдарымды тастап бара жаттым. Қыздарым, Хадиша, Захра, Бенгису және өмірімнің екінші жартысы әйелім Нұрбануда қалада қалды. Жүрегі жаралы құс сияқты артыма қарамай қалықтадым деп жазды. Тыңдарман тарапынан осыншалықты атақты ғалым, исламның құжаты болған ғұлама кісі өз қаласынан кетіп, қайда бет алды екен, кетуге не себеп болды екен деген ой мазаласа керек. Имам Ғазали билік өкілдерімен де жақсы қарым-қатынаста болған еді. Тіпті бас уәзір Ғазалиге өте үлкен илтипат көрсетіп жүрді. Қала тұрғындары арасында құрметті болса, билік тарапынан қошеметке ие болса. Ғазали Бағдаттан не үшін кетті? Бұл жайлы ғұламаның өзі былай деп жазады. Мен қоғамдағы шындықты көре тұра, көрмейтін, жалған ғалымдарға қарсы күресу үшін осы жолды таңдадым. Өйткені олар жүректерін түзеткендерді, жүректерін тазарту арқылы Құдайға жақындауды мақсат еткендерді мазақ етті. Олар формальдылықтан арылып, ізгі істерге бет бұрғандарға әділетсіздік жасады. Басып тастау үшін ғылыми құзыретін пайдаланып шабуыл жасады. Алдымен мен оларға біліміне амал етпеген ғалым қиямет күні ең ауыр жазаға тап болады деген ескертумен ғана шектелдім. Олар болса менімен дауласуға дайын еді. Тіпті олардан өміріме үлкен қауіп төнуі мүмкін екенін түсіндім. Ахиретке дейінгі ұзақ сапарға еш дәлелсіз, басшылықсыз шығу, кедергілер мен қауіптерді өз бетінше жеңуге тырысу үмітсіздікпен орны толмас өкінішке әкелетінін түсіндім. Осылайша шындық жолының шынайы көшбасшылары өз дәлелдеріне, өз білімдеріне сүйенген, әнбиелердің мұрагерлері болған шынайы ғалымдар екенін түсіндім. Мен мойныма жүктелген бұлттардан да биік жүктер жайлы ойладым.
Шын мәнде, шынайы ғалымдар мүлдем жоққа тән болды, ал көпшілігі тек сырттай ғалым болып көрініп жүрді. Өкінішке орай, олардың көпшілігі шайтанның құлдарына айналып, өтірік пен немқұрайлылыққа беріліп, осы өткінші дүниенің азғантай ләззатын жинап әуреленді. Осылайша атқа қонып, ондай ортадан байланысымды үзуді шештім деп мәлімдейді. Ғұламаның бұл жазбасына назар салсаңыз, Ғазалидің үмбет үшін арқалаған жүгі мен уайымы өте ауыр еді. Сондықтан да ғылым үшін, қауым үшін Ихия Улумиддин еңбегін жазуға қолайлы, оңаша жер іздеді. Дәл осы сәтте дін дұшпандары да уақыт өткен сайын дін атынан түрлі азғындық әрекеттерді насихаттап жатты. Мысалы Хасан Сабах атты алаяқ шығып, есірткіні пайдаланып, хашхашилер деген топ құрып, дінді азғындық ретінде көрсетуге барын салып жатқан еді. Қоғамда бұдан да өзге жағымсыз, қате түсініктер етек ала бастады. Алайда бұл сәтте үмбетке жауапты болған ғалымдар өзге шаруалармен әуре боп жатты. Осы сәтте ақылдасуға, кеңесуге лайықты сырлас ғалым таппаған Ғазали оңаша қалып, бар ойларын хатқа түсіруді көздеді. Бұл туралы ғұламаның өзі, үмбет ғалымдарының бұл әрекетінен жүрегіме ауырлық түсіп, жүрегім езілді. Осы сәтте өзгелер менен жауап күтіп тұрды. Ал мен жаратқаннан құтқарушы мәртебесін сұрадым. Бәрін естейтін жаратқан маған шексіз құдіретінен осы мәртебені берді. Алақанымды жайып, үмітсіздікпен, уа, жаратқан, менің жүрек дертімнің емі, шаршауымның демі. Уа, жаратқан, жаным азап түрмесінде күйіп, ақылым күмәннің улы жебелерімен күңіреніп, жүрегім мағынасыздықтың қараңғы түнегінен жарық іздеп, жаратқаннан шынайы ғалымдардың шығуын қалай армандадым. Уа, жаратқан, менің дәрменсіздігімді мейіріміңмен басуға, тамшылап төгіліп таусылған бос кеңістіктерімді құдайлық нұрыңмен толтыр, мені қабыл ал. Бүкіл жер сенің мекенің. Уа, жаратқан, мені осы мекеніңе қабыл ал. Мендей рухани кедей, рухани аш, шөлдеген құлыңды махаббатыңмен қанағаттандыр. Осы күнәһар құлыңды шексіз мейіріммен қабыл ал, уа, жаратқан. Мен осы жағдайда адасып, басқа жерге бара жатырмын, оның жылуын сезіндір деп дұға жасап, өзіне бек сенімді түрде сапарын жалғастырды. Қоғам дертін, үмбет хәлін ойлап қамығу сәтін тек Ғазали өмірінен емес барша танымыл ойшылдардың өмірінен көре аламыз. Мысалы, Абай Хәкім қара сөзін өсиет етіп жазарда ғылым бағуға, сұхбат құрар серіктес жоқ екенін қынжылыспен жеткізсе, шәкәрім мүлде елден жырақ кетіп, елсіз ен далада ғылым мен жазуды серік етпек болды. Яссауиде оңаша қалуды мақсат етті. Айта берсек, мұндай оқиғалар өте көп. Дәл осындай үлкен уайыммен үмбет қамын арқалаған Ғазали Ихия Улумиддин еңбегін жазу үшін қолайлы жер іздеп сапарға аттанды. Бірінші оқиғаның соңы. Құрметті тыңдарман, арнамызға жазылып қолдау көрсетіңіздер. Жазба авторы Жамалбек Дүйсебай. Жазба жасанды интеллект көмегі арқылы оқылды.